Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше дәмді, жасалу жолы өте оңай, бір банкада көкөніс бақшасы атты салатымды ұсынғалы тұрмын. Қыста ашып жегенде аз жасағаныма өкініп қалдым. Бұл салатты жасау үшін алдымен көкөністерімізді жуып аламыз. Қызанақтарымызды қатты майдаламай, үлкен кесектерге кесеміз. Қиярларымызды жарты сақинаға кесеміз. Тәтті болгар бұрышын дәндерінен тазалап алып, қияр секілді жарты сақинаға кесеміз. Сәбізімізді корей үккішінен өткізіп аламыз. Пиязымызды жіңішке етіп жарты сақинаға кесеміз. Аскөк пен ақ желкенді майдалап тураймыз. 6 дана сарымсағымызды жұқа тілімдерге кесеміз. 40 қабатты жіңішке жолақтарға кесіп аламыз. Банкаларымызды ас содасымен жуып алып, 9% уксуспен барлық банкаларды қақпағын жауып шайып шықтым. Бұнда стерилдеу әдісі тек қана салаттар жапқанда, қияр мен қызанақ тұздағанда ғана қолдана аласыздар. Ал тосап, компот жапқанда банкаларымызды булап алғандарыңыз дұрыс. Енді банканың төменгі бөлігіне қызанақтарымызды саламыз. Оның үстіне 40 қабат салынады. 40 қабаттың үстіне қиярларымызды саламыз. Бәрі біркелкі түсу үшін мен суши таяқшаларын қолдандым. Әр көкөністі салғанда араларында бос орын қалмау үшін таяқшалардың көмегімен түзеп салып отырдым. Қияр салғаннан соң сәбізімізді салып шығамыз. Сәбізден кейін қызыл салат пияздын салдым. Оның үстіне аскөк пен ақ желкенді саламыз және тәтті болгар бұрышын қайтадан қызанақ салып, оның үстіне аздап сарымсақ және қайтадан сәбіз саламыз. Банкаға салу жолын өздеріңіздің қиял еріктеріңізге салып салсаңыздар да болады. Ешқандай шектеу жоқ. Бір банкада көкөніс бақшасы атты салатымның рецепті ұнап жатқан болса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетіңіздер. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісесіздер. Төменде комментарий бөлімінде де пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз бен дүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды. Банкаға барлық көкөністерді салып болған соң, қайнап тұрған ыстық судан құйып, 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан соң суымызды төгіп тастаймыз. Бұл суды маринадқа қолданбадым. Құйып жатқанда мен 3-1 литр банкаға 1 литр су жұмсадым. Кастрюльге 1 литрден көбірек, шамамен 1-200 мл суға 6 дана лавр жапырағынан саламыз. Ірі қара бұрыштан 2 шымшым қостым. Хош иісті қара бұрыштан 4 дана, 3 дана аспириннан және сұйық майдан 30 мл, 1 ас қасық тола тұз, 1 шай қасық қант, 9% сірке суынан 1 ас қасық қосып қайнатамыз. Маринадымыз қайнаған соң банкілерімізге құйып, қақпақтарын жауып, тексеріп, көрпе астында толығымен суығанша ұстаймыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.